Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі музейлік сабақтың тақырыбы қазақ ұлттық киімі. Бүгін біз сіздерге музей қорынан алынған 19 ғасырдың аяғы мен 20 ғасырдың басындағы қазақ ұлттық киімінің қайта жаңартылған түрін көрсетеміз. Ең бірінші қазақ ерлер киімімен танысамыз. Назарларыңызға 19 ғасырдың аяғы 20 ғасырдың басындағы ерлер костюмінің қайта жаңартылған түрін ұсынамыз. Бұл ауқымды шалбар, жейде, шапан, қалпақ, белдік және етік. Шапан сыртқы киім саналады. Әдетте ол сол жаққа қарай байланады. Ерлер киімінің элементі белбеу. Белбеудің бір түрі бұл ілмегі бар жіңішке белдік. Белдік жартылай бағалы тастармен көмкерілген. Белдіктің бет бөлігіндегі металл жапсырмалар оны тозудан сақтайды. Белбеудің ең көне түрі кісе белбеу болып табылады. Белдіктің басқа түрлеріне қарағанда бұл белбеудің қайыс баулармен бекітілген салпыншақтары болды. Салпыншақтарға оқ, пышақ және тағы да басқа қажетті заттар салынады. Қазақ әйелдерінің киімдері жас ерекшеліктеріне қарай өзгеріп отырады. Бүгін біз сіздерге әсемдігімен ерекшеленетін қазақ қыздарының костюмымен таныстырамыз. Қазақ қыздарының костюмы жеңіл, бүрмелі көйлектен, кестелген камзолдан құралды. Басына үкінің қауырсыны бар тақия киді. Мұндай тақия киген қыз ұзатылуға дайын деген мағынаны білдірді. Ұзатылған қыздардың үйлену бас киімі сәукеле. Дәстүр бойынша ол өте биік болуы керек. Қалыңдық болашақ күйеуінің үйіне кіріп сәлем салғанда, сәукеленің төбесі ошаққа тиюі керек еді. Той көйлек өте әдемі етіп жасалды. Қалыңдықтың арқасы мен кеудесіне кен таспалар, маңдайынан энергетикалық орталықты жауып тұрғандай күміс алқалар түсті. Сәукеленің барлық әшекейлерінің мағынасы зор болды. Ең алдымен әрине жын шайтаннан қорғап тұратын мағынада жасалды. Енді тұрмыстағы әйелдердің киімінің бірнеше түрін ұсынамыз. Назарларыңызға тұрмыстағы әйелдің костюмын ұсынамыз. Бұл туралы бірінші кезекте көйлектің түсі айтып тұр. Жас әйелдер мүмкіндігінше ашық түсті киім киген, көбіне қызыл түсті. 30 жастан кейін қызыл түсті киім кию ерсіз саналды. Көйлектің пішімі қатаң, бүрмелері жоқ. Көйлекке ерекше әр беріп тұрған, оның алдына түскен зооморфтық ою өрнек. Әрбір ойдың өзінің ерекше қасиетті мағынасы бар. Тұрмыстағы әйел костюмінің тағы бір түрін қарастырайық. Оның ерекшелігі көйлектің пішімінде. 20 ғасырдың басында қима бел көйлектер киіле бастады. Белдемшесі тік, кеңдеу етіп тігілді. Жағасы тік пішімді, өрнектелген. Егде жастағы әйелдер кең пішілген көйлектер мен ұзын камзол немесе шапан киген. Шапанды тігу үшін түсі ұстамды, айтарлықтай ашық емес, сапасы жақсы бай маталарды қолданған. Ою өрнекпен әшекейлеген. Бас киімде өзгерді, кимешек киілді. Кимешектің алдыңғы жағына қарағанда артқы жағы ұзынырақ болды. Шашты толығымен жауып тұрды. Оның үстінен әйелдер сәлде киген. Біз қазақ ұлттық киімдерінің қайта жаңартылған түрімен таныстық. Ал оған қосымша ретінде қазақ зергерлік әшекей бұйымдарын ұсынамыз. Қыздардың арасында құс тұмсығы деп аталатын сақина өте танымал болған. Олар конус түрінде жасалған. Пішімі бойынша шын мәнінде тұмсыққа ұқсайды. Ежелгі уақытта мұндай сақинаны тұрмысқа шығуға дайын қыздар киген. Ол қыз баланың басы бос, құда түспегенін көрсеткен.
жас шамасына қарай басына ештеңе кимеген қыздар шолпының әдемі өрнектелген салпыншақтарын таққан. Олар әдетте күміс медальонға шығыршықтардың көмегімен бекітілген 2-3 бөліктен және бірнеше қабаттағы тиындардан тұратын. Шолпының жоғарғы бөлігінде шашқа өрлетін түрлі түсті таспалар болған. Әлемдік мәдениетте теңдесі жоқ бірегей қазақтың әшекейі бұл өнержек болып табылады. Бір-бірімен тізбектелген 3 және одан да көп таспадан тұратын тік құрылымды төсбелгі. Оның салмағы кейде 500 граммнан 1 килограммға дейін жетеді. Бұл тұрмыстағы әйелдің әшекейі. Ол да әрине қорғаныс қызметін атқарады. Бұл әйел адамның омырауын жамандықтан қорғайтын күшті қалқан. Күміс тізбектер көбінесе жыланның басы түріндегі салпыншақтармен аяқталады. Бұл шығыстық ұлы құдай ананың символы. Жаз келген сайын әйелдер сақина орнына қомақты жүзіктер таққан. Олар нақышталған, тақырыптық өрнектермен безендірілген, әсемдігімен таң қалдырады. Ерекше таң қалдыратын жүзіктердің бірі құдағи жүзік. Ал ерекшелігі ол бірден 2 саусаққа киіледі. Бұл жүзік 2 бастаудың, 2 отбасының бірігуін, 2 өмірдің қосылуын білдіреді. Құдағи жүзікті қалыңдықтың анасы, күйеу жігіттің анасына сыйға тартқан. Бүгінгі музейлік сабақта қазақ ұлттық киімі мен зергерлік әшекей бұйымдарының қайталанбас ерекше қыр-сырымен таныстық.